Әмір Темір. Сайыпқыран Әмір Темір 1336 жылы 9 сәуірде Шахрисабзге таяу жерде туылған. Моғолдардың 150 жылдық үстемдігіне шек қойып, орталықтанған мемлекет құрды. 1370-1405 жылдары Өзбек мемлекетін білім, әділет және талапшылдық негізінде басқарған. Жерорта теңізінен Ұлы Қытай қорғанына дейінгі, Мәскеуден Делиге дейінгі алып кеңістікті қамтыған ұлы салтанатқа негіз қалаған. Өмірінің соңына дейін өзі бас болған бірер әскери қақтығыста жеңіліп көрмеген білікті қолбасшы ретінде танылған. Екінші ояну кезеңі Темурилер алтын кезеңінің іргетасын қалаған. Жүздеген мектептер, медреселер, кітапханалар, ауруханалар, керуен сарайлар, көпірлер, моншалар, бақтар құрылысына, арықтардың қазылуына, елдердің игерілуіне және егіншілік жұмыстарына бас көз болған. Ғылым мен мәдениетті қамқорлыққа алған. Математика, геометрия, астрономия, логика, тарих, музыка, әдебиет ғылымдарын, сурет өнерін, кітапқұмарлық пен шахматты дамытқан. Мемлекет пен қоғамды басқару бойынша аса бағалы әрі құнды тарихи құқықтық шығарма Темір түзіктерін жазған. Әмір Темір 1405 жылы 18 ақпанда Отырарда дүниеден өткен. Самарқандтағы Әмір Темір кесенесіне жерленген.